Сәлем достар, сіздермен бірге бәрбір арнасы, ішіңіз пысты ма? Ендеше бізбен бірге түрлі логикалық жұмбақтарды шешіп көріңіз. Егер ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бәрбір арнасы. Бірінші сұрақ. Кім пілді бірақ қолмен көтере алады? Жауабы шахматшы, себебі шахмат тақтасындағы піл фигурасын шахматшылар қолдарымен ақ көтере алады. Екінші сұрақ. Электропойыз 100 км/сағат жылдамдықпен солтүстікке кетіп бара жатыр. 8 км жылдамдықпен батыстан жел соғып тұр. Пойыздың түтіні қай бағытқа ұшады? Жауабы электр пойыздан түтін шықпайды. Сонда білмейсіңдер ме? Карлдың әкесінің 4 баласы бар. Майкл, Франклин, Тревор. 4-шісінің аты кім? Жауабы Карл. Сұрақты мұқият тыңдасаңыз, мен Карлдың әкесі деп айттым. Сәйкесінше, Карл 4-ші бала. 4-ші сұрақ. 50-ден неше 10 алуға болады? Жауабы 1 рет, себебі 1 рет 10 алғаннан кейін келесісін 40-тан аласыз. 5-ші сұрақ. Фермердің 17 қойы болатын, сол қойлардың 9-нан басқасы өліп қалды. Фермердің неше қойы қалды? Жауабы 9 қой, қалғандары өліп қалған. Қайсы сөз дұрыс? Пингвин ұшты, әлде пингвин ұшты?
Баба екеуі де дұрыс емес, пингвиндер ұшпайды. Бөлмеде жалпы 50 майшам бар, оның 20-сын өшіріп тастады. Бөлмеде неше майшам қалды? Жауабы 50, себебі майшамдарды өшіргеннен кейін бәрібір 50 майшам қалады. Қазақстанда қандай жерге ең көп хат түседі? Жауабы Қазпоштаға. Егер дәл түнгі 12-де жаңбыр жауып жатса, 72 сағаттан кейін күн ашық бола ма? Жауабы жоқ, себебі 72 сағаттан кейін бәрібір түн болады. Демек, күн ашық емес, ай ашық болады. 10-шы сұрақ. Қап-қара мысық қай кезде үйге оп-оңай кіріп кете алады? Жауабы есік ашық тұрған кезде. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бәрі бар арнасы. Сау болыңыздар.